Сәлем достар, сіздермен осындай күшті болып шығатын күлше нанның рецептісімен бөліскім келеді. Күмпиіп, үлпілдек, әрі дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептімді жоғалтып алмас үшін қоңырау жағына басып сақтап алыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сатылымға я болмаса отбасыңызға жасап берсеңіздер де өте керемет күшті болып шығады. 150 грамм бөлме температурасындағы сүт керек болады. 3,2% қолдандым. 150 грамм жылы су керек болады бізге. Жаңағы араласқан суымыз бен сүтімізді бір шай қасық толтырмай тұзымыздың үстіне құямыз. Бір ас қасық ашытқы саламыз. Бір ас қасық шекер саламыз. Жақсылап былғап 5-10 минутке көтерілуге қоямыз. Ашытқымыз жақсылап көтерілуі керек. Сол кезде біздің күлше нандарымыз күмпиіп күшті болып шығады, жұп-жұмсақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ашытқымыз көтерілді күшті болып. Осылай былғап аласыздар. Бөлме температурасындағы 70 грамм сары майымыз саламыз. Көтерілген ашытқымызды сүтіміздің үстіне, суымызбен араласқан үстіне құямыз. Алдын ала електен өткізілген 350 грамм, 400 граммдай саласыздар. Бізде 50 грамм минус, я болмаса 50 грамм плюс жүреді. Ылғалдығы, тығыздығы бар кейбір ұнның. Осылай бірінші илеп аласыздар. Менде жұп-жұмсақ қамыр шықты. Маған 400 грамм аздау болды, менің өлшеп алғаным. Қарап тұрып, жәймендеп қоса бересіздер. Өте жұп-жұмсақ болып кетті менікі. Қалған ұнның бәрін салып жібердім. 400 грамм манағы өлшеп алдын ала електен өткізген ұнымызды. Осылай тағы да бір елеп алыңыздар. Тағы да қарайсыздар, нағыз не істесем міне 30-50 граммдай қостым да қолыма алып, тағы бір елеп шықтым. Тағы да жұмсақтау болғасын, тағы да қамыр алып, тағы да бір елеп жібердім. Менде мынау үшінші ұнымыз, шамалдан салдым, бір 30-50 граммдай. Өте көп салып жібермеңіздер, өйткені тығыз болып шығады. Қарап тұрып елейсіздер. Қосасыздар ұнды да, әйтпесе өте тығыз болып кетсе, біздің күлше нандарымыз көтерілмей тығыз болып қалады. Осылай қамырымызды елеп аламыз да, көтерілгенше 1 сағатқа қоя тұрамыз. Бір көтерілген соң тағы да басып тастауыңызға болады. Көріп тұрғандарыңыздай күшті болып шықты біздің қамырларымыз. Бір сағатқа көтертуге жібереміз. Бір сағатымыз өтті. Тағы да осылай басып қоямыз. Сосын 10-15 минуттен кейін тағы көтерілгеннен кейін жұмыс жасаймыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте эластичный, күшті, жұп-жұмсақ үлпілдек болады. Осылай өлшеп аламыз. Сосын теңдей бөлікке бөлеміз. Менде 8 бөлікке бөлдім. 8 өзіңіз қарайсыздар, үлкен 2-3 шығарам десеңіздер де болады. Мен осындай шағын қылып жасадым. Өлшеп бөліп салғаны жақсы, я болмаса көз мөлшермен жасай бересіздер. Осылай дөңгелетіп алдық та қамырларымызды. Өте жұмсақ, маған осы қамырдың рецептісі ұнады.
сатылымға я болмаса отбасыларыңызға жасасаңыздар да болады. Керемет шығады қамырымыз. Менің отбасыма да қатты ұнады. Осылай бір жұмыртқаны аламыз да үстіне сүт құйып дайындап қоямыз. Бұлғап, содан соң осылай дөңгелетіп, шет-шеттерін дөңгелетіп аламыз да бортиктерін жасап, орта жағы кішкене бізде жұқа болуы керек. Тағы да бір 10-15 минутке көтертуге болады. Вилканың мен алып осылай ортасын тесіп шықтым. Әдемілік үшін менде арнайы ортасын тесетін болған жоқ. Осылай жасай бересіздер. Осылай жұмыртқа мен сұйық майымызды араластырып, сұйық май деп бұнға сүт пен жұмыртқамызды араластырамыз да осылай беттеріне жағып шығамыз. Сол кезде біздің күлше нандарымыз әдемі болады, сүт қоссаңыздар. Әдемі болып пісуіне де жұмыртқа мен сүттің пайдасы мол. Ақ көңжот пен қара көңжотты осылай араластырдым да орта жағына сеуіп шықтым. Көп керек емес, аз-аздан себесіздер. Кішкене әсемдік үшін бетіне себеміз. Алдын ала 170-180 градусты пешіміз қыздырып аламыз да осылай пешімізде пісіреміз. Менде смек дейтін пеш. 190 қарайсыздар, әркімнің пеші әрқалай. 15-20 минутта пісіріп аласыздар. Міне біздің күлше нандарымыз дайын болды. Менің каналымда рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің балдарыма ұнады, отбасыма да. Өте керемет, сау болыңыздар, ас болсын.